Bloomberg басылымы Қазақстаннан Ресейге параллельді импортталған тауарлар арқылы Украинадағы соғыста пайдаланатын қару-жарақ жасауға көмектесіп жатыр деген болжам жасаған. Мақалада нендей ақпарат бар? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты бастамас бұрын бірінші каналға жазыл және лайк бас. Бұл біздің видеоларымызды басқа да көрермендерге таныстыруға ат салысасың және шынайы тексерілген ақпаратты бізден оқы. Bloomberg басылымы қаңтар мен тамыз аралығында Қазақстан 21,4 миллион доллар болатын европалық тоңазытқыштарды экспорттаған. Бұл алдыңғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3 есе көп деген ақпарат тұрады. Фактчек редакциясы бұл дерекке шындыққа жақын және манипуляция деген үкім қойды. Несі шын? Тоңазытқыштар мен мұздатқыштар олардың құрал жабдықтарының экспортының артқаны рас. Мәселен, 2022 жылдың қаңтар-тамыз аралығындағы екі тауардың экспорты 21,2 және 13,4 миллион евро болған. Бұл 2021 жылдың 8 айымен салыстырғанда 2,6 және 4,7 есеге көп. Несі манипуляция? Аналитиктер тек 2 жылдың жағдайын ғана салыстырған. Әрі 2020-2021 жылдардағы пандемия салдарынан локдаунның тауар айналымының төмендегенін, сол үшін де 2022 жылы 3-5 есе өсім болғанын ескермеген. Еуроодақтан Қазақстанға кейінгі 5 жылдағы тоңазытқыш экспортына қарасақ, 2018-19 жылдардағы көрсеткіш 2021 жылдағы көрсеткіштен де жоғары екенін көрсетеді. Басылым Еуроодақтан Арменияға тұрмыстық техника экспортына анализ жасағанда, авторлар 2015 жылдан бергі көрсеткішті ескерген. Ал Қазақстанға келгенде деректер неге 2015 жылдан басталмағаны белгісіз. Басылым бұдан бөлек Қазақстан билігінің деректері Ресейге тоңазытқыш, кір жуғыш машина мен электрлі сүт сауғыштарды жеткізу көрсеткішінің күрт өскенінде көрсетеді деп жазған. Бұл ақпаратты тексергенде де шындыққа жақын және манипуляция деген үкім қойдық. Несі шын? Статистика бюросының ақпаратына сай Қазақстаннан Ресейге тоңазытқыш пен кір жуғыш машинаның экспорты артқан. Несі манипуляция? Материалда айтылған электрлі сүт сауғыштар Евростат пен ұлттық статистика бюросының деректерінен таппадық. Әрі бұл тауардың көп түрін қамтитындығын ескерсек, Bloomberg басылымы журналистерді назар аударту үшін тек осы өнімді мысалға алған секілді. Егер де мақаладағы сүт сауғыштардың жиі айтылғандығын ескерсек, кликбейтке келіңкірейтіндігін де айта кеткен жөн. Егер талдау сізді қызықтырса, төмендегі сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, толық оқи аласыз.